Достар, бүгін мен сіздермен супер идеямен келіп отырмын. Шетелдік кондитер қыздың тортты жағып жіберіп, ішінен тосын сый шығарған видеосын көріп қалып, қатты қызықтым, қыр-сырын біліп алайын деп, мүмкіндей уақытымды жұмсадым. Шынымды айтсам, көп жүйке жүйемді тоздырдым деп айтсам болады. Өйткені өзім кондитер емеспін, қателіктер де болды, бірақ жасалу жолын біліп алдым. Басты мәселе вафельный қағаздың бастапқы кейпін жоғалтпай, соңына дейін қалуына жасалатын бірнеше қадамдар. Вафельный қағазды үстіне пищевой принтер арқылы өзіне қажетті жазуды бастырып шығардым. Содан кейін бұл қағаз суланып көтеріліп кететін өзінің ерекшелігі бар. Сондықтан жабылатын кремді шоколадты ганаштан жасадым. Баста айта кететін идея, қазіргі шоулар бар ғой, гендер пати деп айтып жатады. Жігіттің ұсыныс жасау кезінде қолданса идеялар өте көп. Егер де торттың басынан аяғына дейін жасалу жолымен бөліскенді қаласаңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер пікір саны 100-ден асатын болса, міндетті түрде толық видео түсіретін боламын.